достар, сіздерге суретте берейін шалбар кулота немесе шалбар для шалбар юбка брюки көрсетейін деп жатырмын. Ол үшін бізге дәл осындай өзімізге ровно келетін шалбар керек. Міндетті түрде өзімізге ровно келу керек. Және осы пішімі арқылы алдын немесе артын тігеміз. Ол үшін ең әуелі ар жағын осылай жасап алғаннан кейін осылай қиямыз. Мынау үске болмау үшін жанынан алып тігетін боламыз. Енді міне дәл осылай шалбарымыздың алдыңғы бөлігі дайын. Міне алдыңғы бөлігі дайын. Енді дәл осылай артқы бөлігін тігетін боламыз. Дәл осылай енді керісінше артқы бөлігін тігеміз. Ол үшін артқы тігісін шығарамыз. Мен шалбарымыздың артқы бөлігін шығарып алдым. Енді осы бойынша кесетін боламын. Екі жағын тігіп аламыз. Дәл осылай екі боковойын және алумен артын тігіп алғаннан кейін енді бізде қалатыны тек бұтын біріктіріп шығу. Шалбарымыздың почти барлық жерін болдық. Енді бізге керегі белі. Ол үшін тура шалбарымыздың арқа тұсынан тігістің бойынан где-то бір жарты сантиметрдей қайырып, міне жарты сантиметрдей осылай қайырып аламыз. Міне дәл осылай қайырып алғаннан кейін енді жақындатып материалымызды қатты созбай енді міне өлшеміз ұстап где-то міне 44 сантиметр. Дәл осы 44 сантиметр біздің белбеуіміз болады. Сонымен шалбарымыз дайын. Менің резинкамның ұзындығы 2 сантиметр және 1 сантиметрін тігіске алып қоям. Сонда 3 сантиметр болады. Резинкамды осылай ұзындықта алсам болады. 1 сантиметр тігіске кетеді. Немесе свободныйға балам десеңіз 7 сантиметр қыламыз. Міне жаңағы 44 сантиметр тек қана алдыңғы ұзындығы, біздің артқы ұзындығымызда керек. Ол үшін 44 2-ге көбейтем 88 болады. Матаны былай біріктіріп алғаннан 2-ге бөліп, міне осы жерден ұзындығы 44 сантиметрді аламын. 44 емес, где-то 45 сантиметр аламын. Өйткені 1 сантиметр тігіске кетеді. Ал ені 7 сантиметрді аламын. Ал кеттік кесіп аламыз.
тігіп алғаннан кейін біріктіріп, міндетті түрде шағындау жерін резинка өткізуге қалдырамыз. Булавкамызды осылай қадаймыз, өйткені біз бұны бірден оверлоктан өткіземіз. Машинаға тікпейміз, бұл бел жағы созылу керек, сол үшін тек қана оверлоктан өткіземіз. Осылай қадап шығамыз тек. Міне шалбарымыздың белін жасап алдым. Енді бағана мен шамалы қалдырған болатыным түйреуішке осы арқылы резинкамды өткізіп аламын. Міне қыздар, килоты дайын болды. Қаласаңыздар топиктермен, киім футболкалармен бәрімен киіп кете бересіздер. Міне жатқа материал болғандықтан бұл мына жағы шамалы созылады да, сізге ешқандай да кедергі жасамай киюде өте кең тұрады. Құдай қаласа киіп көрсететін боламыз.